Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видеода осы ерекше құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Бұл құрақты жастықтарға және көрпешелерге қолдануға болады. Алда сіз күткен видеоларды шығаратын боламын. Жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Біздің құрағымызға осындай екі түсті флюр матасы керек, және астына бамбук матасын қолданамын мен. Шыт матасы болса да болады. Сосын ленталарды бұлай қиып аламыз. Осындай размерде өлшемдерін видеода қалдырып кетем. Және де ортасына квадраттарды қиып аламыз. Менің лентамның мына осы сызғыштың ені бойынша сызып алдым, қиып. Ал сіздер 3 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Алдымен ортасын белгілеп аламыз. Ол үшін осылай екі бүктеп, ортасына сызық түсіреміз. Енді осы квадратты түгін төменге қаратып қойып, мына жерге тігіп аламыз, айналдырып. Келесі көк лента. Көк лентаның да түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұру керек. Бізде мына матамыздың түгі былай қарай жатып тұр. Оны да дәл солай қоямыз. Мына басыны осы ортадағы сызыққа туралап қоямыз. Бірінші лентамызды тігіп алдық. Екінші лентамызды алып, дәл осылай шетінен тігіп шығамыз. Енді осы квадрат матамызды мына астындағы квадрат матамен бірдей етіп қойып, бұрыштарын теңдей қойып, үстінен тігіп шығамыз. Міне. Ашқан кезде осындай болып шығады. Енді шетін тігіп аламыз. Әр лентаны тіккен кезде түгіне қарап отырамыз. Түгі төменге қарап жатып тұруы керек.
Енді тағы да квадрат матамызды тігеміз. Дәл осы екі құрақты тіккен сияқты құрақларымызды жалғастырып отырамыз. Мына құрағымыз біткенше осылай тігіп отырамыз.
Міне ортасындағы құрағын да тігіп алдық. Енді екі шетіне лента қоямыз. Енді осы құрақтың екі шетіне осындай екі түсті лента қойып шығамыз. Енді келесі көк лентамызды тігеміз. Сонымен біздің құрағымыз да дайын болады. Міне құрақ дайын болды. Енді шетіндегі артық маталарды қиып алып тастаймыз. Міне осындай әдемі құрақ шықты.